балама деп шығарған өлеңі бар еді. Әр нәрсенің тарихымен айтып отырсақ, құлаққа сіңімді болады ғой өзі. Бір күні мына неде Қармақшыда қазіргі Шамшат Төлеуов апамыздың атындағы мәдениет үйіне барып, аймақтық жарыс болды. Мен негізі кішкентай кезімде айтатын термен, бірақ ұялатынмын неге шығуға сахнаға. Әкем марқұм айқайлайтын еді, үйде отырып, ұйқы бермейтін болғанға, ана бөлмеде отырып айтамын, ана бөлмеде отырып жақу болып. Сен мына жерде отқанда кім таниды сені, сахнаға шықтып, сөйтіп айқайлап бір күн шығарып жіберген. Сөйтіп ана Қармақшыда мәдениет үйіне барып, аймақтық жарыс болып, орын алып, қуанып, Сұлтан Сармолдин деген көкеміздің батасын алып, Қали Шыңғыс көкеміздің батасын алып сол жерде. Режиссер атының тұтқап отыр, Молдабаймет бір режиссер болды. Сол кісілер орын алып үйге келген кезінде әкем марқұм алдынан шығып маңдайынан сүйді, қуанғанына бөлмесіне кіріп кетті. Сөйтсем, мен де шаршап кешкілік келгенмін, ұйықтап қалғанмын, шешініп жатып қалып, таңертең киінейін деп киімімді алып жатсам, басымда бір парақ тұр. Сөйтсем, түнде әкем марқұм қуанғаннан балама деп ақ батам болсын деген ниетте бір өлең шығарғанда басыма қойып кеткен ғой ұйықтағаннан кейін. Сол кезде айтып жатқан батасына әкем қысқа әрі нұсқа. Haydi! Халықтың түсіп аузына сенің де жыршы болғаның, терімемен жұрттау тебірентіп орындалды арманым. Қайырма мақам тәп-тәуір, шаба бер озып тарланым. Мәдениет үйі шақырса жақсы болған барғаның, шалғайға шаңды жоқтырмай бірінші орын алғаның. Ұстаздан тәлім аларсың, мақамның мәйек қалғаның. Халыққа ұнап отыр ғой әр түрлі әнге салғаның. Сондықтан өлең көп жатта 90 түрлі тармағын. Жырау боп іштен тумайды, сөзімнің түсін әрмәнін. Арғы бабам 100 бай жалғастырған жұрнағын. Солардан қалған ұрпақпыз, айтпаймын сөздің жалғанын. Түсінсең сөздің мәніне, жазушы әкең Бөрібай бір Алла болсын.